Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге алып қадамдар әдісін көрсететін боламын. Неліктен алып қадамдар және оның пайдасы? Бұл қадамдар балалардың ізіне қарағанда үлкенірек. Балалар үшін үлкен қадамдар басу бір жағынан қызығырақ болады. Және оның ішіндегі сөздер балаларға жетістікке ұмтылуға, өзін жақсы көруге, әрдайым күліп жүруге, өз өмірін жақсы жаққа жетелеуге, қоршаған ортаны сүюге арналған сөздер. Алып қадамдар балаларға өзінің достарының алдында өзінің жақсы қырын, өзінің жеке тұлға екенін, өзінің күшіне сенетінін айтқызу арқылы балалардың ішкі сезімін ашу, көңіл күйлерін көтеру болып табылады. Олай болса, оқушылардың өзіне деген сенімділігі мен басқан қадамдарын тамашалаңыздар. Менің көңіл-күйім өте керемет. Мен мына әлемді сүйемін. Менің жетістіктерім әрқашан орындалады. Мен өз өмірімнің биімін. Мен өте мейірімді адаммын. Менің көңіл-күйім өте керемет. Мен мына әлемді сүйемін. Мен әрқашан биік белестерден көрінемін. Мен өз өмірімнің ханшайымымын. Мен өте алғыр адаммын. Менің көңіл-күйім 100% керемет. Мен әрқашан биік белестерден жеткім келеді. Құрметті әріптестер, сіздерге осы видео пайдалы болды деген сенімдемін. Сабақтарыңызға сәттілік. Видеома лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып өтіңіздер.